Баршаңызға қайырлы күн, арнамаға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сізбен бірге алдын жолда Инстаграмда қойылған сұрақтарға жауап беремін, және ол тікелей менің ағылшын тілін үйрену жолыма байланысты. Алдыңғы жолы осы тақырып бойынша видео түсірген болатын, және дәл осы күнге дейін видео салынып қою керек болған жоспар бойынша, бірақ өкінішке орай видео маған ұнамағандықтан мен оны қайтадан түсіруге шешім қабылдадым, және мен қазір қайтадан түсіріп отырмын. Жалпы ең алғашқы сұрақтардың бірінен бастайық. Ағылшын тілін қалай үйрендің? Дәл осы сұрақ менің Инстаграм парақшамада, ағылшын тілінде контенттер, YouTube каналдарда да, әртүрлі видеоларда келеді. Қалай сен ағылшынша үйрендің, сен қалай қанша уақытта үйрендің деп. Дәл осы тұста айта кеткім келеді, мен ағылшын тілін 7 жыл бойы үйрендім. Бұл екінші сұрақтың жауабы. Негізі екінші сұрақ бізде мынандай болған: ағылшын тілін қанша уақыт үйрендің? Негізі мен ағылшын тілін 7 жыл бойы оқып келе жатырмын, және 7 жыл бойы оқыған кезімде мен өте көп қателіктер жібердім. Ағылшын тілін ең алдымен 1-ші сыныпқа бармас бұрын бастағанын оқып, және ол кезде мен анамның тапқан танысы бойынша біздің үйдің жанында университетте беретін апай болатын, ағылшын тілінен сол кісі маған үйретті. Негізі сол кісіге үлкен алғысым білдіремін, өйткені фундамент қалай қойылса, солай бала ары қарай кетеді деп айтады ғой. Яғни сол кісінің арқасында мен ағылшын тілінде примерно бигинердің ортасына дейін алып келдім. Яғни элементариді бастайтын уақытқа дейін алып келдім. Яғни бигинерді бітірдім де, ол кісі де бигинерді бітіріп, мен 3-ші сыныпта осы қазіргі тұрып жатқан ауданыма көшіп келдім. Және дәл осы жерде өкінішке орай ешқандай қосымша таппаймын, кішкене қиналамын. Қосымшаға бармасам, көбі ағылшынша менімен сөйлесетін адам болмаса, мен ағылшын тілін ұмытып қалатын сияқты сезімде жүрдім. Және әрине ол өте бір күрделі сезім десем де болады. Қанша жерден ағылшын үйренсеңіз де, сіздің өміріңізде сізбен бірге сөйлесетін адам болмаса, практика болмаса, оны 100% ұмытып қаласыз. Содан біздің үйдің астында бір центр ашылады ағылшын тілін үйрету бойынша, бірақ ол жерде кәдімгідей керемет етіп оқытады деп айта алмаймын. Өтірік әйтеуір ұмытып қалған нәрселерімді есіме түсіріп, солай ағылшын тілін примерно элементариға алып келдім. Элементариға келген кезде мен қандай кітап оқыдым? Сізге қазір көрсетейін кітабымды. Мынау менің сол кезде оқыған кітабым. Бұл кітап элементари деңгейіне келген кезде оқыған болатынмын. Өте жақсы кітап негізі. Ішінде әртүрлі тапсырмалар бар. Және ең қызығы бұл тапсырмалар, мысалы, бірінші бетінде толықтай түсіндіріледі, екінші бетінде толықтай тапсырма болады. Осы кітапты негізі көп оқушылар өздері репетициясыз дайындалу кезінде қолданады екен, және 100% сіздерге кеңес беремін. Өте керемет кітап. Бұл кітапты мен ортасына дейін алып келдім, бірақ соңына дейін емес, өкінішке орай әрине. Өйткені ол жерден ағылшын шығып кеттім. Ол жерден шығып кеткеннен кейін мен қазіргі сіздер білетін Says4U компаниясына ағылшын тілін үйренуге келемін. Ол жер, яғни Says4U негізгі бағыты ағылшын тілін үйреткендіктен менің ағылшын тіл деңгейімді жақсы көтерді. Ол жерге барған кезде мен айтамын, мен элементари бітірген адаммын, давайте мен принтермейттен бастаймын деймін. Ал кісілер маған не дейді? Жоқ, сен осы уақытқа дейін үйренген ағылшының 50-50, яғни сен толықтай ағылшынша элементари деңгейі бойынша сөйлей алмайсың деді де қайтадан элементари оқыдым. Өкінішке орай солай мен 1 жыл уақытымды қайтадан элементари оқуға кетірдім. Қазір сіздерге кітабымды көрсетейін. Элементари деңгейіне келген кезде Says4U компаниясына мен ең алғашқы осы кітаппен таныстым. Бұл кітап енді One Love, прям алғашқы махаббат. Өйткені бұл кітап шынымен де ағылшын тілінде деңгейді көтереді кәдімгідей, және ішіндегі тапсырмалар да барлығы кәдімгідей бір жағынан жеңіл, бір жағынан күрделі, одан кейін оқушы үшін өте ыңғайлы. Бұл кітапты мен примерно 1 жылдай бітірдім ғой. Өйткені менің мұғалімім өте ұзақ уақыт созып оқытатын болды. Негізі онда мұғалімдерге түспеулеріңізді сұраймын, өйткені өте ұзақ уақытты созып сабақ өтетін мұғалімдер жай ғана ар жағында маркетинг ақшаны ойлайды деп ойлаймын. Сондықтан осындай мұғалімдерге кездесіп қалмаңыздар. Бұл кітап менде воркбукі, бірақ мен кітабын жоғалтып алыппын, өкінішке орай. Содан элементари деңгейін бітемін, одан кейін мен 1 жыл үзіліс жасаймын, қателеспесем. Сосын қайтадан мен сол центрға
кәдімгідей енді менің деңгейім көтерілгеннен кейін қайтадан сол центрге барам, ағылшын тілін үйренгім келеді деп, бірақ ол кісілер айтады, Айтолқын, болды, уже болмайды, сен элементарийді бітіріп кеттің, одан кейін кетіп қалдың, сен уже жалғастыру керек едің, келесі деңгейді оқығың келетін болса, сен қайтадан элементари оқу керексің деп мені кәдімгідей депрессияға салды. Сөйтіп не керек, мен элементариді қайтадан оқып бастаймын деп кәдімгі осылай шешім қабылдаймын, және сол жерде мұғалімдерді таңдаймын. Кәдімгідей ең мықты деген мұғалімді таңдап, мен элементариді 2 айда оқып қайтадан есіме түсіріп шығамын. Одан кейін элементари 2 айда оқып бітіргеннен кейін мен инострандық мұғалімге көшемін. Инострандық мұғалім мистер Эйди. Ең алғашқы менің инострандық мұғалімім. Мистер Эйдиде қателеспесем pre-intermediate-тен бастадым. Және қазір сіздерге кітапты көрсеткім келеді. Сол Solution кітабының pre-intermediate деңгейін мистер Эйдиде оқыған болатынмын. Бұл бізде pre-intermediate деңгейі. Мынау кітабы, қараңыздар, іші прям күшті, білмеймін, маған өзіме қатты ұнайды. Мен примерно жазған жерлерін көрсем, осы кәдімгідей өте жақсы кітапты, кәдімгідей жақсы жазылған, оқушылардың деңгей көтеруге, ең басты бізде деңгей көтеру ғой, деңгей көтеруге ең жақсы кітаптардың бірі Solution деп айта аламын. Және бұл Solution'ды мен 3 айдай уақыт оқыдым, өйткені pre-intermediate-ке келген кезде уже сөздер күрделі, big, beautiful деген сөздерді айтпайсың, оның орнына кәдімгі синоним де басқа бір керемет деңгейдегі сөздерді қолданып сөйлеу керек болдым. Көп сөз жаттадым, солай pre-intermediate деңгейінде 3 немесе 3,5 ай оқыдым деп айта аламын. Міне осы кітаппен бірге мен pre-intermediate-ті оқыдым. Бұл бізде Solution кітабы pre-intermediate болды. Содан мен pre-intermediate-ті бітіргеннен кейін зерделге көшіп кетемін, яғни зерделде мен нишқа дайындаламын. Нишқа дайындалған кезде менде ағылшын тіліне ешқандай қиындық болған жоқ, әрине, өйткені қаншама уақыт оқыған Айтолқын ништағы берген тапсырмалар, ништа берген сабақтарға өте жеңіл болып қалды Айтолқынға, өйткені мен қанша уақыт ағылшын тілін үйрендім әрине. Және ништа мен өте көп сөз жаттадым, сол арқылы бір жағынан деңгейімді көтердім десем де болады. Зерделі оқу орталығында дәл осына маған, бұл негізі бір бөлігі ғана, күніне осынша бір шартты, осы бір қағазды біз бір аптада бітіретінбіз. Бір аптада жаттап, еще оған тест, яғни сөз айтады, сен соны, любой жерден сөз айтады, сен соны аудармасын айту керексің. Дәл осылай мен осыны бір аптада, дәл осы парақты бір аптада жаттап бітіру керек едік программа бойынша. Және дәл осы сөздерді оқып бітірдік. Одан кейін осылай нешта келетін примерно деген сондай бір дайындалады ғой мәтіндерге. Мәтіндерге осылай дайындалып жүрдім. Содан мен зерделде где-то бір жылдай уақытым кетті зерделге. Яғни плюс тағы бір жыл ағылшын тілін үйрену барысында. Бірақ менде ағылшын тілінде ниш бойынша ешқандай проблема болған жоқ. Керісінше ең жоғарғы жинаған балдардың бірі менде ағылшын тілінен болды. Содан не керек, нишқа түсе алмай қаламын, менде күйзеліс болады, депрессия болады, не істеймін деген секілді. Мендегі ең негізгі мақсат нишқа түсу, ол ништа оқу емес, SAT мен IELTS-қа дайындалу болатын. Өкінішке орай нишқа түсе алмай қаламын, резервке тұрып қаламын, бірақ одан да бір жыл уақыт солай бір күйзелісте жүрген кезімде мен есімді жинап, қой Айтолқын, былай жүрсең, сен ертең қалай IELTS пен SAT тапсырасың дедім де, қайтадан ағылшынды қолға алдым. Содан мен intermediate деңгейіме, яғни pre-intermediate-тен кейін intermediate қой, intermediate деңгейін Solution'ның intermediate деңгейімен оқып бастадым. Басында мен мистер Эйдимен бастаған болатын, соңын мистер Джонмен аяқтадым. Өте керемет мұғалім. Негізі ағылшын тілін үйрену жолым осындай неше түрлі кітаптардан тұрды. Бұл негізі менің кітаптарымның бір ғана бөлігі, оның ішінде осындай ертегі кітаптарында көп. Мен именно осы ертегі кітаптарды жақсы көремін. Білмеймін, осының 4 түрі бар, осы 4 түрін қатты жақсы көремін, және өзім студенттерді оқытқан кезде осы кітаптармен бірге талдап оқытқан болатынмын. Солай мен ағылшын тілін 7 жыл бойы үйрендім. Дәл қазіргі уақытта деңгейім upper intermediate үйрену барысындамын, және осы уақытқа дейін ағылшын тілін үйренген уақытым 7 жыл болды. Қазір сізге менше дәптерімді көрсеткім келеді. Мен негізі ағылшын тілінен оқыған дәптерлерімді каждый осылай жинаймын. Білмеймін не екенін, осылай жинаған ұнайды. Мен 1-ші класстан бері не только ағылшын барлық дәптерімді осылай жинаймын. Соңғы 2 жылдықтағы дәптерлер, мынаны көрсетейін, мен бұны зерделде үйренген болатынмын. Осылай барлығын жинаймын. Мынау менің vocabulary сөздік дәптерім.
содан кейін мистер Эдимен оқыған кезде осы дәптерді білмеймін, мына дәптер қатты ұнап қалды содан кейін тек осыны арнағанмын. Мистер Эдимен оқыған кезде осы дәптерді арнаған болатынмын. Сол мистер Эдиде мен мистер Эдидің почти толық оқытты негізі, бірақ соңғы 2 юнитқа келген кезде кетіп қалды, оның орнына мистер Джон келді. И вот. Солай мен ағылшын тілін жеті жыл үйреніппін, және екінші сұраққа да жауап беріп кеттім, ағылшын тілін 7 жыл үйрендім. Келесі сұрақ менің болашаққа қойған мақсаттарым туралы екен. Дәл қазіргі уақытта білесіздер, мен ағылшын тілін Upper Intermediate-те оқып жатырмын, және болашаққа қойған ең үлкен мақсаттарымның бірі ол IELTS тапсыру. Кішкене кезінде қалып қалған травма IELTS тапсыру. IELTS тапсырғаннан кейін міндетті түрде осы YouTube-тық үлкен проект ретінде қолға алып, кәдімгідей инфобизнес саласымен айналысқым келеді. Бұл жарты бөлігі ғана, негізі пландарды айтпайды дейді ғой. Мен ондай нәрсе көп сенбеймін, бірақ мүмкін жасырған дұрыс. Және келесі сұрақ, ол бізде 11-ші сыныптан кейін Қазақстанда қаласың ба, әлде шетелге кетесің бе? Негізі мен шетелге кетуді дұрыс деп құптаймын, өйткені адам мәдени тұрғыда ішкі ахуалы барлығы адам көтеріледі, жоғарылайды, адам рухани тұрғыда бір сезінеді. Мне кажется, шетелге шығып оқыған дұрысырақ. Бірақ көреміз енді, бұйырса шетелге шығу планда бар. Шетелде оқу негізгі пландардың бірі, ол негізі бір жағынан әке ата-анам жібермегеннен кейін мүмкін да қалам, мүмкін шетелге кетем. Бұйырса көресіздер. Негізі планда бар шетелге кету. Және ең соңғы сұрақ, дәл қазір ағылшын тілінен қандай уровеньдесің? Мен Upper Intermediate деңгейіндемін. Жалпы бүгінгі видеода сіздермен бірге сіздердің сұрақтарыңызға толықтай жауап беріп, ағылшын тілін қалай оқуым туралы, яғни қалай оқыдым, сол жайында бөліскім келген болатын. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, колокольчик батырмасын басып кетіңіздер. Алдағы уақытта мен өте үлкен марафон жасағалы жатырмын, одан қалып қалмаңыздар, YouTube арнамда бөлісемін. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар. Сіздерге де ағылшын тілін үйрену жолында сәттілік тілеймін.